Ринат Зайытовтың алаяқтардың 80% намазхандар деген сөзін халық түсінбеуде дейді. Оны кейбір жатаған өкілдер өздерінің қару ретінде пайдаланып халықтың арасына іріткі салуда дейді. Енді әрине бұл менің ойымша процент пайыз жағынан мүмкін нақты мәлімет айту қиын шығар, бірақ әркімнің өзінің ақиқаты бар. Кімнің айналасындағы адамдар қандай, оны өзінің парасатына қарай, санасына қарай түсінеді. Сондықтан да егер ол кісінің айналасындағы алаяқтық жасаған, болмаса алаяқтықпен танылған адамдар сондай процент болатын болса, мүмкін өзінің ақиқаты. Бірақ бұған жалпы менің ойымша көптеген жаңағы факторларды қоса қарау керек. Алаяқтық деген дүние не, оны кім жасайды, оны намазхандар жасамау керек пе, жасамай ма әлде? Сондықтан да әрине намаз бұл қасиетті ұғым, қасиетті ритуал, яғни былайша айтқан кезде Алланың алдындағы құлшылықтың, шүкіршіліктің үлкен бір формасы. Бірақ енді намаз оқитын адамдардың барлығын әулие деп түсіну қателік болады. Біреулер сол қателіктерден құтылу үшін намаз оқып жүр, біреу намаз не үшін оқып жүргенін түсінбей оқып жүреді. Біреу намазға жаңадан келген, болмаса намаз арқылы күнәларын кешіруін талап етеді. Сондықтан намаз деген дүниемен былайша айтқан кезде тазалық деген дүниенің тікелей байланысы бар екенін түсінбеу мүмкін. Сондықтан енді біз жалпы күйе жағу, көпке топырақ шашу дейді ғой қазақ. Көпке топырақ шашуға болмайды. Егер ол да сондай жағдай болатын болса, сондай көріністер болатын болса, оны нақты анализ жасап, жаңағы нақты зерттеп, содан кейін барып ортаға пікірге салған дұрыс деп ойлаймын. Екіншіден, эмоцияға берудің қажеті жоқ. Егер біреу сізді кінәлайтын болса, әсіресе намаз оқымайтын адамдар кінәлайтын болса, намаз оқитын адамдар оған қатты бір ашу шақырудың қажеті шамалы. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, ит қапты екен деп мен де оны қапсам, аузымнан қадірі қалмайды ғой дейді. Сондықтан да тас лақтырылады, жала жабылады, сөз айтылады, кінә тағылады, бірақ кімнің кім екенін Құдайдың алдында белгілі болады. Сондықтан да менің ойымша ақталудың жоқ мен алаяқ емеспін, жоқ андай емес деген сияқты нәрселердің барлығының қажеті шамалы деп ойлаймын. Бұл енді қоғамда болып жатқан бір үрдіске байланысты үн қатысу, болмаса олардың қандай бір исламофобиялық топтардың бір айтқыздыртып отырған, аузына салып отырған жағдай болғаннан кейін оған да түсіністікпен қараған дұрыс деп ойлаймын. Намаз оқитын адамдар. Сондықтан бұл бір үлкен бір жаңағы қоғамды бөлуге, сол арқылы кінәлауға, ары қарай осыны өрбітуге тұратын дүние емес деп ойлаймын. Бірақ енді халық алдында жүрген, халықтың алдындағы беделі бар тұлғалар дейік, тіпті жаңағы депутат адамдар жалпы сөйлеген кезде сөзіне абайлап сөйлеу керек. Өйткені олардың артында үлкен жаңағы ресми көзқарас тұрады, олардың артында үлкен бір идеология тұрады, олардың артында үлкен бір позициялар тұрады. И олар тек қана белгілі бір адамдардың ғана мүддесін емес, жалпы халықтың атынан сайланғаннан кейін барлық адамдардың көңіліне тиетін, болмаса кейбір топтарға кінә тағатын сөздерден аулақ болған дұрыс деп өз басым солай ойлаймын. Сондықтан да бұндай кінәлаушылықтарды байсалдылықпен қабылдау керек. Ал енді теріс ағымдағылар, олар енді сол жаңағы іздегенге сұраған деген сияқты жаппай осыны арандатып, жаппай жаңағы дінсіздікпен кінәлаушылыққа итермелеп, халықтың арасын одан бетер ушықтырып, діннің қадірін кетіру деген сияқты сондай әрекеттерге бару мүмкін. Сондықтан да біз қалыпты жағдайдан, қалыпты байсалды позициядан айнымауымыз керек. Яғни біз үшін, қоғам үшін, әсіресе мұсылмандар үшін, соның ішінде жаңағы намаз оқитын адамдар үшін байсалдылық, сабырлылық, басымызға келген нәрселердің Алланың тарапынан тағдырдан болуына байланысты ақиқатының болуына иман келтіре отырып, сол кемшіліктерден құтылуға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Оның жаңағы кейбір жағдайларда да ақиқат байы болуы әбден мүмкін. Сондықтан намаз тек қана біздің өз құлшылығымыз ғана емес, бұл үлкен бір исламның ритуалы, исламның бір символы. Сондықтан ислам абыройына, исламның жаңағы былайша айтқан кезде атынан біз әрекет жасағандықтан әрбір намазхан адам, әрбір мешітке келетін адам, әрбір жаңағы дін жолында жүрген адам соған лайық болуға тырысып, пендешілік деген дүниеден кішкене аулақ болуға тырысып жүрсек, нұр үстіне нұр болатын еді. Бірақ мен тағы да айтамын, кез келген намаз оқыған адам, болмаса дінге бет бұрған адам, болмаса мешітке келген адам періште болып кетеді, әулие болып кетеді деген сөз емес. Адам өмір бақи бір өзінің ішімен күресіп өтеді. Сондықтан да ол адамдарға да біз түсіністікпен қарауымыз керек. Келген адамның кемшілігі болуы мүмкін, қателігі болуы мүмкін, өтірік айтқан жағдай болуы мүмкін, қолынан келмей қалған жағдайлар болуы мүмкін, істей алмай қалатын жағдай болуы мүмкін. Оның барлығын алаяқтық деп бағалай беруде менің ойымша жақсылық қалып қоймайды. Яғни алаяқтық жағынан жарысудың қажеті жоқ деп ойлаймын.